Алдыңғы бөлімде біз процесс құрылымын қарастырдық. Енді орындау режимдері мен процесстерді басқаруды қарастырамыз. Көптеген процессорлар екі жұмыс режимін қолдайды. Кішігірім артықшылықтары бар режим пайдаланушы режимі деп аталады. Себебі әдетте бұл режимде пайдаланушы бағдарламалары орындалады. Жоғары артықшылықты режим жүйелік режим. Басқару режимі немесе ядро режимі деп те аталады. Ядро бұл операциялық жүйенің маңызды функцияларын орындайтын бөлігі. Операциялық жүйе ядросының типтік функцияларына келесілер жатады. Процесті басқару, яғни процестерді құру, аяқтау, процестерді жоспарлау, диспетчерлеу, процестерді ауыстыру, синхрондау және процестер арасында ақпарат алмасуды қолдау. Жадты басқару. Процестерге мекен-жай кеңістігін бөлу, свод, беттер және сегменттерді басқару. Енгізу-шығаруды басқару. Буферді басқару, арналар мен енгізу-шығару құрылғыларын процестерге бөлу. Қолдау функциясы үзілістерді өңдеу, ресурстарды пайдалануды есепке алу, жүйені ағымдық бақылау. Ядро режимінде жұмыс істейтін бағдарламалар процессорды және оның барлық командалары мен регистрлерін толық басқарады және барлық жад ұяшықтарына қол жеткізе алады. Пайдаланушы бағдарламаларына арналған артықшылықтардың бұл деңгейі қол жетімді емес. Бағдарламаның жай-күйі сөзінің регистрінде орындау режимі көрсетілетін бит болады. Кейбір оқиғаларда бұл бит өзгереді. Мысалы, егер пайдаланушы амалдық жүйенің қызметін шақырса, ядро режимі орнатылады. Бұл әдетте режимді өзгерту пәрмендерін орындау нәтижесінде пайда болады. Және жүйелік қызмет аяқталғаннан кейін режим қайтадан пайдаланушыға ауысады. Процестерді құру. Егер операциялық жүйе қандай да бір себептермен процесті құру туралы шешім қабылдаса, ол мұны келесідей жасай алады. Жаңа процеске бірегей идентификатор тағайындаңыз. Осы кезде процестердің бастапқы кестесіне жаңа жазба енгізіледі. Процесс үшін орын бөліңіз. Бұл процесс кескіннің барлық элементтерін қамтиды. Процестің басқару блогын инициализациялау. Яғни процесс туралы ақпарат, оның идентификаторын, сондай-ақ ата-аналық процесс идентификаторы сияқты кейбір басқа идентификаторларды қамтиды. Қажетті байланыстарды орнатыңыз. Егер операциялық жүйе, мысалы, жоспарланған тапсырмалардың кезегін байланыстары бар тізім түрінде қолдайтын болса, онда жаңа процесс дайын немесе тоқтатылған процестер тізімінде енгізілуі керек. Басқа деректер құрылымдарын жасаңыз немесе кеңейтіңіз. Операциялық жүйе, мысалы, пайдаланылған ресурстарды ескере отырып, әр процесс үшін файлды қолдай алады. Ол кейінірек жүйенің жұмысын есепке алу немесе бағалау үшін пайдаланылады. Процестерді ауыстыру. Белгілі бір уақытта орындалатын процесс үзіліп, операциялық жүйе басқаруды оған бере отырып, басқа процесті орындау күйіне келтіреді. Дегенмен, мұнда операциялық жүйенің архитектурасына қатысты кейбір сұрақтар туындайды. Біріншіден, қандай оқиғалар процестің ауысымына әкелу керек? Екіншіден, жұмыс режимін ауыстыру мен процесті ауыстыру арасындағы айырмашылықты қалай орнатуға болады? Сонымен, процесті ауыстыру үшін операциялық жүйеге оның басқаруындағы әртүрлі деректер құрылымдармен не істеу керек? Процесті ауыстыру кез келген уақытта орындалатын процестен басқару,
операциялық жүйеге ауысқан кезде орын алуы мүмкін. Процесті тоқтату механизмі. Яғни механизмдер, себеп не қолданылады. Үзілістер ағымдағы команданың орын алуына қатысты сыртқы асинхронды оқиғаға жауап береді. Тұзақ ағымдағы команданың орындалуымен байланысты. Қатені немесе ерекше жағдайды өңдеу. Супервайзерді шақыру, нақты сұрау, операциялық жүйенің функциясын шақыру. Режимдерді ауыстыру. Үзіліс циклі кезінде процессор үзіліс сигналы көрсетілген үзілістердің бар жоғын тексереді. Егер ешқандай үзіліс болмаса, процессор ағымдағы бағдарламаға кіретін басқа пәрменді жадтан шығарып, іріктеу цикліне өтеді. Егер шикі үзілістер болса, онда процессор келесі әрекеттерді орындайды. Командалық есептегіште үзілістерде өңдеуші бағдарламаның бастапқы мекен-жайын орнатады. Үзілісті өңдеу кодындағы артықшылықты командаларды орындау үшін пайдаланушы режимімен ядро режиміне ауысады. Осыдан кейін процессор іріктеу цикліне өтіп, осы үзіліске қызмет ететін үзілістерді өңдеу бағдарламасынан бірінші команданы таңдайды. Әдетте, осы кезде үзілген процестің контексті үзілген бағдарлама процесінің басқару блогында сақталады. Процесс күйінің өзгеруі. Режимді ауыстыру қазіргі уақытта орындалатын процестің күйін өзгертпестен орын алуы мүмкін. Бұл жағдайда контексті сақтау және оны кейіннен қалпына келтіру үлкен шығындарға әкелмейді. Алайда, егер ағымдағы уақытта орындалатын процесті басқа күйге ауыстыру қажет болса, онда операциялық жүйе өз ортасында белгілі бір өзгерістер жасауы керек. Процестер ауысқан жағдайда келесі қадамдар орындалады. Процессордың контекстін, соның ішінде командалық есептегіштің басқа регистрлерінің мазмұнын сақтау. Қазіргі уақытта орындалатын процестің басқару блогын жаңарту. Яғни, дайын, бұғатталған, тоқтатылған, аяқталған процестің біріне өзгерту. Осы процестің басқару блогын тиісті кезекке қою. Келесі процесті таңдау. Одан соң таңдалған процестің басқару блогын жаңарту. Жадты басқару деректер құрылымына жаңарту. Таңдалған процесс орындалу күйінен соңғы рет ауыстырылған кезде болған процессордың күйін қалпына келтіру. Келесі бөлімде біз ағындарды қарастырамыз.